Қазір біздің жасайтын тағамымыз кувшин деп аталады. Алдымен бізге ет керек болады. Осы етімізді ыдысқа салып, 300 грамм ет. Енді қазір тұзымызды саламыз. Шай қасық тұзды саламыз. Бұрышымызды себеміз. И соевый соус құйып, бір ас қасық соевый соус құямыз. Енді осыны қазір нан дайындап көрсететін боламын. Сол нан дайын болғанға дейін бір жарты сағат маринадта тұрады. Қазір енді нан дайындайтын боламыз. 400 грамм ұн бар. Енді ортасын ашып, осылай. Кесенің барлығын құймаймыз. Өйткені көз мөлшермен кішкене салатын боламыз. Бұл айран. Айранды осылай кішкене құямыз. 2 жұмыртқа жарамыз. Tuzumuzu салып, сосын разрыхлитель саламыз. Енді жақсылап илейміз. Бисмиллах. Нанымыз жұмсақ болу керек. Астына кішкене құйып жіберейін. Иінін қанғанша илей беретін боламыз. Әр бір 5 минут, я болмаса 10 минут сайын иінін қандырып илеп тұру керек. Енді нан болып пісетін болады. Иін қандырып қоямыз былайынан. Кене тұрып жұмсарды етіміз. Енді қазір пиязымызды қосамыз былай. Сосын картоплымызды қосамыз. Мына артынан қосамыз. Майын қосамыз. Еттердің арасына қосып жирамыз. Сосын нені қосамыз былай. Болгарский перец қосамыз сосын. Мына араластырып, қазір осы тағы да нан не қыламыз ғой. Жай дайындағанша бір-біріне сіңіп тұрады. Енді қазір былай. Тұрады осылай болды. Бетін жауып қойып қоямыз. Ал көрсетесің бе? Ортаға бөлеміз қазір. Осылай домалақтап дайындап қоямыз. Бесеу шығады ғой дейміз. Bismillahirrahmanirrahim. Енді былай
Қазір соны осылай қоямыз. Крышкасын басып қой. шеу. Білмеймін енді. Білмеймін. Ертең хит болады осы қарап тұр. Енді болды. Енді қазір міне 40 минутта тұр. Болды. Күлдірге бір нәрсе көрсетейін ма деп настроениелерімді көтеретін деп. Бұл бір қырады ғой кәдімгідей. Бұны жоқ әдемі болған алла. Пышақ қайда? Енді пышақтан пышақ жоқ. Біреуін ғана салам керек. Мен ыстық бұны. Күшінмін. Күшті болды ма? Осылай салып жеймін екен. Қайтып жауып қойыңыз крышкасын. Күшті.